Руки выше, дейді. Тарелка. Тарелканың ішінде. Не істеп жатсың? Бай адамдар сияқты шай ішіп отырмын. Так, бүгін мына костюмыңды киесің. Так. Так, бай адамдар өздері шешім қабылдап үйрену керек. Мына галстугыңды тағасың. Сен осы мен үшін шешуіңді қойшы, а? Жұмыста да солай, үйде де солай. Мен бастықпен, мен өзім шешем. Не кием, не қоям, өзім білем. Сен араласпашы? Ойбай, менің араласқанның арқасында емес пе кеше крупный клиент тапқаның? Кім? Сенің түк қатысың жоқ ол жерде. Честно говоря, ол жерде мен өзімнің жолым болғыштығымнан. Ағылшындар айтады, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина деп. Әйелдің алдында бір нәрсе бүлдіріп алып, ақтала алмай жүрген адамның әңгімесі ғой мынау. Сондықтан мен бүгін мына галстук кием деп, және мына костюмді кием деп өзім шештім. Такси шақыртып қойдым. Дайындал. Ойбай, автобустың проездіне түсесіз бе деп саудаласып жүрген. Такси шақырып аманшылық па? Кітапта солай жазылған. Бай болғың келсе, өзіңді солай ұста деген. Кім айтты саған? Таксимен жүрсең бай болып көрінесің деп. Соңғы үлгідегі телефон ұстап жүргендердің өзі автобуспен жүріп дашырақ ішіп жүр. Таксимен өзің бар, мен автобуспен кеттім. Ей, мына кітапта солай жазылған. Ерте кепсің ғой. Әлде таңға дейін телефон шылап өшірді ұйықтадың ба? Неге кешігіп жүрсің? Ойбай-ай! Бір күн ерте келіп қапсың. Ауылда жігіттер болады, бір күн тренировка барып ертесіне кәдімгі боксер болып кететін тура сол сияқты. Досым, баюдың бір жолы бар. Баюдың жолы көп. Просто білмейміз, сосын грузчик болып жүрміз ғой. Оны айтып тұрған жоқпын. Вайын түсірек. Бұл заманда вайын болса, уайым болмайды. Атан түйе ойнақтасы жұт болар деген білесің ба? Қартайған шағымызды вайын түсірмей қояқшы, бала шаға күлкі болып. Ұят қой? Ұялмаған әнші болар деген? Сол ұялмаған әншілердің кесірінен біз ұялып жүрміз ғой, білесің ба? Басында ұяласың. Сосын үйреніп кетесің. Зато репостқа киім киеміз. Шелеуіт, репостқа киінбей-ақ қояқшы. Су шей жемей-ақ қояқшы, мына ерден уже репост деген. Осылай жүре берейік, шүкір. Өмір осылай жасайсың ше. Сен негізі бар ғой, арқан тартысқа жіберу керек. Не үшін? Дұрыс қой енді, артқа тартасың да жүресің. Мынандай әзілдермен вайын жүрмей қояқшы, точно. Бауырым сізден 7 теңге. Кешке келіп алып кетесің. Өзіміз звондаймын. Түсіндің ба? Боссың. Не қылайды мына кісі жынды ма? О-хо-хо-хо, Мәке! Ассалаумалейкум! Ей, Мәке! Ей! Субординация, қайдағы Мәке? Ей, әзілдеп тұрсың ба, Мәке? Ей! Басшылық пен жұмысшының арасындағы қарым-қатынасты білмейсің ба? Ой, қойшы, Мәке, не бұл? Қолыңды тарт. Субординация деген болу керек. Өлшем. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сен? Не? Сыпырғышыңмен ұшып келдің бе? Автобуспен ақ ерте келдік біреулерге қарағанда. Айтпақшы, ана кітабыңда жазылмап па, бастықтарға жұмыстан кешігуге болмайды деп. Мен просто
таксимен жаңа келе жатып таксидің бір нәрсесі өртенді ма үйіме соған бардық, соны өшіріп келеміз дегенше кішкене кешігіп қалдым. Керісінше менің кітабымда әйелі бастық күйеуінің миын ашта беруге болмайды деп жазған. Соны білем. Басқа әйел алып алуы мүмкін деп жазылмап па? Мүмкін. Соңына дейін оқып көру керек. Соңында жазылған шығар. Кітабың айт, оттай бермесін, өртеп жіберем. О, Жамбо, бір минут. Ассалаумағалейкум. Ой, жоқ, ұят болады. Ашық па? Сіз бастықсыз ғой, сізге ол айтпау керек. Жоқ. Мен айтуым керек, ассалаумағалейкум. Жоқ, ол дәрежеге қарамайды ғой, ол не бар? Жоқ, бәсеке, сіз үлкен, сіз лауазымдар. Жоқ. Ұят болады. Жоқ. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жарайды, мақұл, айтайын деген, президент келген, өз жеріне айтайын деген сәл. Ассалаумағалейкум аға. Кешірім сұрайын, мен жаңа кішкене пробкада тұрып қалдым да. Мадияр, есіңде болсын, бастық ешқашан кешікпейді. Жұмысшылар ол, ерте келіп қояды. Иә, мен сондай болды, иә. Айтпақшы, саған өткендегі еңбектеріңе 1 айлық көрсеткіште премия тағайындап қойдым. Маған ба? Ой, аға, мосқауре болдыңыз ғой. Мен онысы да өзім айлығымды қайда жұмсайтынын білмей жүргем. Рахмет аға. Мен негізі келген жұмысым, саған менің бір досым хабарласады. Мұқтаж жандарға көмектесіп жатыр екен. Соған іштен 50 есік шығарып қойшы. 50 есік? Бірақ ешкім білмей-ақ қойсын, өз арамызда. Бізден бір көмек болсын. Мақұл ма? Әрине. Қандай күшті жұмыс. Аға, онда менің де сізге бір өтінішім бар. Маған тағайындаған премияны басқа жұмысшылардың барлығына бөліп бере салыңызшы. Өзіңіз айтқандай, бізден де бір көмек болсын. Мадияр, сен мен бар ғой, таң қалдырудан жалықпайсың. Жаңағы ұқтың ғой? Иә, қайсына? 50 есікті. Нені? 50 есікті. Бәсеке сіз екен ғой, мен Мадияр маған кесе алып кеш, кофені кесе мен ішем деп. Бастықтың өмірін үйреніп алмай жүр екен. Негіз осындағы жан болады, сенерім сен ғана. Ана Мадиярмен сырым жұмысы қалай? Шынын айтсам нашар. Өте нашар. Біреу қарапайым жұмыс жасай алмайды. Біреу бастықтың жұмыс атқара алмайды. Қиын. Сен барды ойымдамаймын ғой. Иә, әйтеуір енді бастық бола алмайды Мадияр негізі. Мен де әйтеуір сол компания үшін тек компания абырой үшін күні түні екеуіне көмектесем деп жүрмін әйтеуір. Мен сені бар ғой, әдей бастық қылған жоқ. Сенің орның жоғары жақта. Рахмет аға. Служу делесите. Сен ана Мадиярдың тілін тауып, қолдап жүр, жарай ма? Жұмыс туралы сұрап тұрам. Хорошо. Жарайды. Білем. Білдім ғой, Жамбо. Сенің өсиетіңе сен бастық болатын адамсың ғой. Ей, Жай? жай емес. Көрдің мұны бастықтарыңды? Өзінше болып жүр ғой. Жоқ, қалжыңдап атқан ғой. Қалжыңды қатты көтеріп қоясың ба не? Сен нең кетіп барады? Айқайласа маған айқайлады ғой. Вообще сен баяғыда бастық кезінде біз танымайтын ең ғой, айқайлаған былай тұрсын. Ой, дұрыс қой. Танымайтын адамға қалай айқайлайсың енді? Бірақ бар ғой, сол сеніп жүрген мадиярларың бар ғой. Ертең лақтырып кетеді сендерді. Рас айтам, лақтырады сендерді. Сен жұмыс жаса, болмаса жасап отқан адамға кедергі жасамаш. Баршы, демалшы. Сен қазір әркімге өзек тасып жүріп шаршақ боласың да, сосын ұйықтайсың бір жерде. Баршы, кетші.
Өсек дейді ғана. Елу есік. Қайдан табам ба? Өзім жасап тастайын ба? Түске дейін үлгермеймін ғой бірақ. Шағыл соғасыз ке? Иә. Келші, төрлетші сырым. Төрлет. Сырым, қалайсың? Сырым, сенің көмегің керек болып тұр. Бір өтініш бар еді. Түске дейін бір 50 есік шығару керек еді. Бұл магазиннен сатылымнан тыс бөлек 50 есік шығару керек болып тұр. Сен Олжан жақсы білесің ғой қалай екенін. 50 есік. 50 есік. Сразу келе сал. Иә. Левый. Жоқ, құдай сақтасын, левый емес. Левыйды білесің ғой, мен қалай жазылатынын да білмеймін ғой левыйдың. Құдай сақтасын. Мен былай деп тұрмын ғой, былай. В общем, 50 есік қой да? 50 есік шығару керек. Былайсыншы. Қызыге. Уайымдама, нормально бәрі. Қазір спокойно шығасын кабинеттен. Шығасын да, уайымдама, спокойно. Складқа барасын. Складқа? Складқа. Жазып ал. Складқа кірдің, воротадан кіресің. Кірген кезде үлкен склад. Сол жағында есіктер тұратын жер бар. Сол жаққа қарай. Солға қарай барасың да. Бүйтіп қарайсың да, бұл жерде есік жоқ по-любому. 50 есік жоқ. Неге шықпайды? По-любому жоқ та бұл жерде. Бұл жерден шығып кетесің. Шығып кетесің да. Сосын магазинге барасың. Магазинге барасың. Магазинге барған кезде абайлай кішкене андай. Ешкімге білдіртпей қарашы, жайлап тынайсың. Кірдің, жай кіресің магазинге. Естен, сықырлатпай. Кірдің да, оңға қарай қарайсың. Оң жағына, есіктер сол жерде барасың да. Есік жоқ. Есік жоқ. Былай көрдің, жоқ. Сразу шығып кетесің оқтан. Уайымдама, настроение түспесін. Келесің да, кабинетке келіп отырасың. Креслоңа келіп отырасың да. Дальше ойланасың. Так, қайдан табам 50 есік? Переживать етпейді. Қайдан іздесем болады дейсің. Қалай идеям? Болды ма? Болды. Сырым, мазақ қылып тұрсың ба сен мені? Мен сен мазақ қылып жатқан жоқпын. Мен сені адам құсап көмектес деп шақырып отырмын ғой, Сырым. Реально айтып отырмын мен. Короче, өзің проблемаңды өзің шешіп ал, жарай ма? Хорошо? Окей? Сыр. Мадияр соңғы кезде қатты өзгеріп кеткен, байқадың ба? Енді дұрыс қой енді. Бастық болған кейін өзгереді. Бізде бастық болмай жатып, қиялданып кеттік қой. Пенсияға шығып, крутой болып, Мальдив аралдан бірақ шыққанбыз ғой. Біз тырс. О, айлық түсті деймін. СМС келді ғой. Телефонның ойын оқидың бар ма етіне? Ашып қарағанда жоқсың? Мен телефонмен екі жағдайда СМС келеді. Айлық түскен кезде 112'den азында кеп қойды. Значит, айлық. Жоқ, айлық емес. 20 мың теңге түсті. Ой, дұрыс қой. Жасағаныңа қарай беріп тұр ғой. Жоқ, мынандай кейін 20 мың теңге. Дұрыс қой, бірдей жұмыс жасаймыз ғой. Қандай ақша болды екен, Көде, артық ақша кедергі жасамайды ғой. Шынымен де. 50 есік қайдан табам, 50 есік. Үйдегі есіктерді беріп жіберейін ба? Үйде бірақ есік қой менде. Мына жер нағып нұр шашып кетті десем, сіз тұр екенсіз ғой. Ой, қош. Сан бар кезде шаң шашып тұратын еді мына жер. Қалайсыз? Жұмысқа сіз үшін келем ғой мен. Бұрын айлық алу үшін келетінен, қазір тек сіз үшін келем. Қош, Жамбау. Бұл бәрі сендердің арқаларың ғой, мен осылай жүрген бір ғой. Ой, қарапайымдылығыңызға таңғалам ғой сіздің ше. Президентке де мақтадым ғой, қиын қыстау заманда қол ұшын беріп, бізді бүйтіп демеген, ол біздің супермен дедім. Ой, қош дейчам. Рахмет. Осындай қиын қыстау уақытта маған қолдау көрсетіп жатқандағыңа. Рахмет. Өзің? Жай, жағдайыңызды біліп, не көмек, не істейік, қандай қызмет?
айтпақшы жарайды. Айтасыз ғой? Иә. Жартыс 40-қа осы жердемін ғой. Болды. Айналайын бас екен, нұрыңызды сәл азайтып қоясыз ба? Елу есік қайдан табам, а? Мына жүрісіміз болмайды. Ақша табу керек. Не, осы уақытқа дейін грузчик болып қайырымдылықпен айналып жүрсің ба? Ақша алып жатсың ғой, тегін жүрген жоқсың ғой. Ол тапқан ақшаны жұмыстың кассасынан алып, банктың кассасына беріп жатырмын ғой. Арасында букмекердің кассасы бар деп қойсай тағы да. Досым, мүмкін екеуміз гиф өткіземіз, а? Мына заманда гифім болмаса, жив болмайсың. Гиф дейсің бе? Е? Жақсы еске салдың, Қайдарда әйелім миф аласаш деп еді. Дүкен жабылмай тұрғанда алып аласың, бар бе? Тозақ болып қазір. Бұ, десең. Не алып отырсың? Жұмыста жасайшы. Шаршап отырмын. Жатып шаршап, бір отырып демалып алайын дедің ба? Ана, басты сымақты бір бәле құрту керек. Біздің үлкен компаниямызда азық-түлік дүкеніне айналдырып жүрмей тұрған кезде ше. Сәлші да, көресің бар ғой, ертең президент келеді. Айналайын балам, өзің отыр деп мені қойып келеді, көресің ғой. Мен де соны айтып тұрмын ғой, Басеке. Мен де президентке барып айтқам ғой. Бізге сырым сияқты басшы керек. Бәрін ойлайтын, қамқор болатын жағдайын жасай білетін деп. Мен сияқты сорлыны кім тыңдасын? Бастықтың замы сорлы дейсің бе? Сонда мына біз сияқты грузчиктер башы адам емес шығармыз онда. Негізі бар ғой? Мадиарды бар ғой? Президентке. Бір жаман адамға көрсетуіміз керек қой. Жағымпаздықты өлтіріп жүр ғой, көрдің ғой. Бағана анау премия берген кезде алмай қойды ғой. Маған керек емес, жұмысшыларыма таратып беріңдер деп. Мен ойлаймын ше. Дұрыс. Сен ойлап жүрсе бе осылай? Бетик. Қысқасы менде бір идея бар. В общем, бетеміз. Мүмкін мемлекеттімізге беріп жатқан көмегі шығар? Ол карантин кезінде ғой. Бірақ судың да сұрауы бар. Ұнамай тұршы, бұл қаяқтан келген 20 000 теңге. Жаңа заңды естідіңдер ме? Не заң? Айлықтың түсетін күн бүгінге өзгертіп беріпті ғой. Рас айтам. Одан кейін айлықтың бәрін 20 000 теңгеге дейін қысқартып тастады ғой. Түспеді ма не 20 000 теңге? Түсті. Түсті ма? Вот көрдіңдер ме? Айлықты енді 20 000 теңге болады. Баяғыдай айлық жоқ. Енді қалай? Не бетімізбен бардамыз үйге? Айына 20 000 теңге деген не болады? Түк емес қой. Мен баяғыда 20 000 теңгемен бар ғой. Әшейін барып әбет жедім. Қош? Неге семірмей екенсің? Тентексің бе? Қаяқтан білесің? Ол шатасы салып жүрген шығар. Қайдағы шатасқан? Көрдім ғой мен. Біздің айлықтың бәрін қысқартып, бастық сымақ өзіне барып кредитке көлік алып алған. Үйші жүргізушімен. Так что баяғы мадияр плотник әшейін. Жоқ уже. Өзгерген бала. Рас, өзгерген. Таңертең маған ақайлап берді. Менен ары бері жүру проездіне ақша алатын ғой. Ұмытып кеткен бәрін. Көрдің бе? Сол үшін бар ғой, сол үшін. Мадиярды бірдеңе еп қалай да болсын кетіруіміз керек. Қалай? Бәріміз митингке шығамыз. Бәріміз жалып митинг жасаймыз, Мадияр кетсін деп. Болды. Онда мен плакат дайындайын. Дайында плакат. Мен жұмысшылардың бәрін ескертіп қойын алдын ала дайындап. Өте дұрыс. Давай, солай істейік. Дана,
артық есіктер жоқ па? Артық ручка сұрағандай сұрадың ғой. Жоқ, андай списанияға шыққан есіктер деген ғой. Мен қайдан білейін? Мұнда бәрін шешетін сенсің ғой. Бізде қарапайым жан не шешсін? Қырсықпашы Дана. 50 есік керек болып тұр. Ағай, сіз сондай жолыңыз болғышсыз. Өзіңіз тауып аларсыз. Дана, сен мен білесің қазір. Мен азар болшы. 20 мың теңге айлықты бір айға қалай жеткіземіз, а? Не осы уақытқа дейін 70 мың теңге бәріне жетіп жүрмеді не? Айтасың сен де, О, жігіттер қалайсыңдар? Не болды енді настроениең жоқ па? Айлығым 20 мың болса көрер едім, көңіл күйді. Айтпақшы анау жиналып тұрған есіктер, не есіктер өзі? кәдімгі ашып жабылатын есіктер. Басы қандай болады? Қысқасы, содан бір 50 есік алып газельге тие жіберіңдерші. Қолым бос емес мен. Менің де. Тыңдамайсыңдар ма? Айлықтарын қысқартып тастаймысыңдар. И так айлығымыз стипендия болып қалды. Кеттім мен тренировкаға. Ану, Мен де кеттім. сен де тренировка ма не? Ануардың тренерімін. Ей! Ей! О, Басеке, қош келдің. Ой, қойыңызшы көке. Қайдағы Басеке? Бастық деген атым болмаса бар ғой, жұмысшыларым біреу тыңдамайды мені. Сол жұмысшыларың бәрі саған ренжулің ба? Жұмыс істегенде бір апта болған жоқ, жаңа көлік алып деймін ба? Такси ғой ол қайдағы көлік, нанға ақша таппай отқанда. Бір бастық құсап келейін деп едім, бір күн бар ғой. Ай, сонда көре алмайды, ой. Мен бар ғой көке, шын айтсамшы, ана Басекең берген премияның өзін өзіме алмай соларға беріп, бәріне бірдей бөліп бердім. Өзімнің айлығым төмендесе де солардікі жоғарыласыншы деп жүрмін ғой. Қалай бір ішің ашымайды осыған бар ғой енді, айтыңызшы. Жиналдыңдар ғой бәріңе? Плакаттар дайын ғой? Дайынсыздар, келіңдер. Так, былай істейміз. Камераны дайындап дайындық қойдым. Қазір шығады. Шыққан кезде сразу плакатты көтеріп, айқайлап бастаймыз. Болды, хорошо. Мадияр бастық! Мадияр бастық! Мадияр бастық! Мадияр бастық! Мадияр бастық! Қайдағыз? Ана келіс қой. Ұшыр ана камераны, ұшыр. Қалай ең үздік бастық түсірмейсің? Мадияр бастық! Мадияр бастық! Мадияр бастық! Мадияр бастық! Айлықтарын қысқартып тастағандардың естеріне ма? Ол 20 мың премия екен ғой. Кім айтты? Мадиярдың өзі айтты. Мадияр бастық! Мадияр бастық! Мадияр бастық! Мадияр бастық! Мадияр бастық! Мадияр бастық! Жоқ, кешіріңдер. Бұрынғы үздік бастық десеңдер болады енді. Бұрынғы! Неге? Өйткені Басекең маған мұқтаж отбасыларға беретін бір 50 есік шығарып қойшы деп еді. Мен оны қайдан табатынымды да білмеймін. Таппадым. Енді мен жұмыстан шығарып жіберетін шығар. Анаушы, алдыңғы айдағы тапсырыста 70 есікті артық жасап қойып едік қой. Солар деген складта әлі шаң басып тұр ғой. Соларды бересіз? Сенің басың бар ғой, алтын ғой негізі бар ғой. Әттең ламбард жоқ та. Өткіз жіберетін. Дұрыс айтады? Не алып тұрмыз? Тас пысайық. Жүйтек баға, тас пысайық, болды. Барамызды бірді тас пысайық.
Сен не болды? Көңіл күй жоқ қой. Бір жоспар құрғам ғой. Іске аспай быт-шыт болып тұр ғой. Біреу орғазба өзің түсесің деген. Онда тереңірек қазу керек екен ғой орды. Мадияр, мен таңертең қатты ауыр сөйлеп қойған сияқтымын. Соған күні бойы көңіл күйім болмады. Мен кінәлімін. Жоқ, сен кінәлі емессің. Керісінше, мен кінәлімін. Жұмыс деп жүріп, миым ашып бар ғой. Жоқ, сол миың ашып жүргенін біле тұра, ұрыс шығарған мен кінәлімін. Жоқ, сен мен кінәлімін. Сол үй, жұмыс екеуін араластырмасам болады ғой, негіз бар ғой. Жарайды. Бастысы сен өз кінәңді түсінсең болды ғой. Адамдардың өмірлері басталады бір тал бесіктен. Жете алмайды мүмкіндікке, мақсатынан күнде кешіккен. Ай, мейлі бай бол, мейлі кедей, бәріміз де бірдей пендеміз. Өйткені бәрі шығады, бәлкім жалғыз ғана есіктен. Біреудің басына бақыты көрінер, біреуге нағыз алтын боп. Күресің өзіңмен әр күні, жүресің ақылға жақын боп. Қоғамға еріксіз сыймайды, солай өз-өзін мәңгіге қинайды. Бақытың қолыңнан шашынса, ешкім де оны жимайды. Адамдардың өмірлері басталады бір тал бесіктен. Жете алмайды мүмкіндікке, мақсатынан